Имя. Қайрат. Фамилия. Сұлбек. Кто ты по нации? Қазақ. Не очень общаться емес. Малғұн, мен Қазақстанда тұрмын. Мен қазақпын. Мен Қазақстанда тұрып қазақша сөйлеймін. Жетпейді сендерге. Өкімет сен не үшін барлық жағдай жасап қойған жоқ па? Не үшін шықтың алаңға? Мен 18 желтоқсан 1986 алаңға бардым. Алаңға барғанда да Қонаевтың күн күйттеп барған жоқпын. Ол жерге барған себебім, бар мақсатым, біріншіден, ол жерде не болып, не істеп жатқанын өз көзіммен көріп болды. Екіншіден, алаңда қазақтың олжыраш қыздан ұрып, соғып өлтіріп дегенде естіген соң, өз басым қолымды жайып, күл болмаса бүл бол деп отыруға еркектік ар намысым есетпеді. Құдайға шүкіршілік, менің де күйдемнен нағыз еркекке лайық намыс баршылық. Бауырларым, сендер де кешіріңдер және мені тағы да кешіріңдер. Жоқ, 20 жыл бойы азақ шегетін мен емеспін. Менің өліміме жалақорлар мен тергеуші соттарды кінәлаңдар. Кінәні мойындайсың ба? Қайрат деген атым бар, қазақ деген затым бар. Еркек тоқты құрбандық атам десең атыңдар.